14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жауып алдық. Су ішіп алдың бе? Е? Өткендегідей шыдай алмай жүр бе? Жақсы ішіп алдыңыз ба, апа? Жақсы, жақсы. Әбден іштім, жедім. Қанағат. Тоқташы. Бір жерден бір дыбыс шығып тұр, Тоқташы. Естіп тұрсың? Бала жылап жатыр дей ме? Ей, қой. Айдалада не қылған бала? Шебері шығар апай, Әй, Тоқташы. расында да... Иә. Расында да баланың дауысы. Біреудің соткасынан шығып жатыр ғой. Тоқташы. Балама. Бірдеңе қылып. Көрпеш балам бір. Көрпеш. Мен ба? Бар. Қорқам ғой мен. Өзіңіз барыңызшы. Үлкенсіз ба? Бар. Көріп білем. Өй! Ораза ғой. Шығар. Барсаңыз. Бар көріп біл. Ha? Көріп біл бар. Көріп білем. Sen бар ма? Барсаңыз. Естіп тұрсың ба? Шынымен? Далада құс. Әке. Барып көріп келсей? Я? Қайтып келген нес? Не болды, Мырзахан? Көріп келсеш барып? Жүрікші апа, көрекші. Не екен ол? Жүр. Шынымен баланың дауысы ма? Бірдеңе дауыс, Не екен ол апа? Жылап тұр. Құлыным ау. Ботама сол. Мына кім қыз? Дай жүр. Ботақаным тоңып қапты. Көбе? Қане, жүрейге. Ешкім жоқ ана жақта. Ешкім жоқ па? Жүр. Ой, жаным сол, айналайын. Көкем сол, қошақаным сол. Тоңып қапты әбден. Ой, жаным сол. Өлі. Ой, айналайын. Ботам. Атам кім сенің? Қай жылғысың? Қай жылғысың ғой? Жасың қаншада жаным? Ай, Мырзахан. Ой, маман қайда сенің? Айтшы. Папа қайда? Ой, жаным. Ашшы аузыңды. Ап деші. Полицияға звондамасам болмайды. Ей, тоқта. Тоқта хабарласпа. Неге? Ай, ақылдасып алайық та. Не үшін ақылдасың? Звондайық та полицияға. Мырзахан, сен ештеңе түсінбедің ба? Мына баланы әдейі тастап кеткен, баққысы келмей. Енді полицияға звондасақ,
әке шешесін тауып береді ғой. Ой, қазір сен полицияға хабарласасың. Сосын полиция бұның ата-анасын табады дағы, ата-ана құқығынан айырып тастайды. Сосын не болады? Мына баланы апарады да жетімдер үйіне тығады да тастайды. Әке шешесін тапса жақсы емес па деймін? Екі жағынан да мына бала зиянын тартайын деп тұр ғой, Мырзахан. Қызықсын ап түсінбейсің, е? Балапан, аузың Жоқ, маған не демексің? Не істеймін сен? Мына баланы ата-анасы бізді бағып алсын деп әдейі тастап кеткен. Сондықтан да мына баланы асырап алайық та, Мырзахан. Есің дұрыс па сен? Есің дұрыс па сен? Қалай асырапсың? Қой. Ай-шай жоқ. Қайтып асырапсың біреудің баласын? Жетім балаға қарасу деген шариғатта да бар емес па? Мына баланы асырап алсақ, сауап болмай ма? Жетім бала ғой. Аш жаусыңды. Кән? Жоқ, тоқта. Жоқ, болмайды, тоқта. Ай-шай жоқ. Анық-қанығын біліп алмай қайтып асырап аласың. Балапан. Тоқта. Атың кім? Полицияға звондаймын. Так, полиция 01 ме? 02 ме? 01 ма? 02 ма? 01, 02 деген қазір жойылған. 101, 102 деген шыққан телефон. 102 ғой. Өлә, полицияға звондамағанымызға қай заман біздің, а? Көп болып тұр полицияға. Негізі түсінген адамға бұл да шүкіршілік. Иә. Тыныштықтың белгісі ғой. Келші. Маған келші. Келе ғой. Алло? Қандай? Алло, ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Ішкі істер бөлімі ма? Алло, мен Мырзахан Абдыразақ тауып алдық. Мырзахан Абдыразақ біз бала тауып алдық. Ондай ақпарат сіздерге түспеп пе еді? Иә, біз осында бала тауып алдық. Бала болғанда қыз ғой, қыз. Шашы ұзын. Келші көтерейін. Сондай мұрның ай. Қанат деп бөлінеді ғой, 12 қанат, 6 қанат болады, мынау қанша қанат екен? Мына құлыншақтардың жүрсін қара. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум, қалайсың? Алейкум ассалам. Мына балапанды қара. Осы кішкентай балалар сізді көрсе сызылып қалады, Ой, аспанға қарама. Қарашке, суретке түсейік. Сәкен балалар мен деген хештегке салайын сен. Атың кім сенің? Қарашы, Әсет аға, қарашы сен өсіп сіздің инстаграмда тұратын Қарай. баланың біреуі болатын болды ғой. Қараймыз. Қарашы. 1, 2, Осы ұялып тұр өзі. 3. Қараңыз. Болды ғой мынау. Қандай ақылды қыз. Бүгінгі тақырыпқа мына өліп тұр. Керемет. Қалайсыңдар құлыншақтар? бізде. Ассалаумағалейкум. Ой, Сәкен бауырым. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мырзеке қалайсыз? Мен айналайын Сәкен бауырым, сені танимын мен. Сен мені қақын танисың? Мырзеке, енді сіз танымайтын қазақ бар ма? Оның үстіне бүкіл инстаграмды шулатып, бүкіл әншілердің парақшасында жүрсіз ғой. Сосын енді Мырзеке, шынымды айтайын, мына өте керемет дәмхана, мейрамхана дегеннен кейін ат басын бұрып аузыңызды ашып кетейік деп келе жатырмыз Әсет екеуміз. Ой, мына Әсет екен ғой. Әсетжан ғой, иә. Ой, Әсетжан, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Балалар сіздің балаларыңыз ба? Менің бала шағым ғой, иә. Мына қызды өзіңіздің кенжеңіз ғой. Ол кенже кіріп отырайық. Өзіңізден алмай тұр екен, тұр ма? Кіріңіздер, кірін. Мына келіңіздер. Қайда отырайық? Мына отырасың. Мына есіңші. Бара ғой. Ой, Әсет бауырымды да көремін деп ойламаппын. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жақсы, рахмет. Былай шықсаңшы Сәкен аға. Мына шығыңыз. Ой, біздің ма. Мынау бір берекелі шаңырақты деп естіп ұзын құлақтан. Мынау әлеуметтік желілерден, арналардан көріп, ат басын бұрып жатырмыз. Бақыт, Шұғыла, ауыз ашар, дайындаңдар. Бізге бүгін сыйлы қонақтар келді. Әдемілеп күтіп жіберейік. Дайындаңдар, әкеңдерші бәрін. Шында Мырзеке, қазақтың қай дастарханы болмасын, қай жақ аттың басын бұрмайық өздеріңіз сияқты. Құшақ жайып, құрақ ашып қарсылатын азаматтар көп қой. Аллаға шүкір. Пейілдеріңізге берсін. Рахмет.
Қалай аға, жалпы ораза қалай болып жатыр? Шүкір Мырзеке, өзіңізде қалай енді? Менде де Аллаға шүкір жақсы, бірақ бүгін кішкене қиналғандай болдым ба, бір сондай андай. Нағыз шілде қиын ұзақ күннің бәрі артта қалды, енді жайлап енді Алла нәсіп етсе 36 жылдан кейін бірақ келеді екен. Бұның сауабы өте мол ғой қазір. Жалпы Алла тағала өзі жеңілдік береді ғой. Біздікі түк емес, мынау Норвегияның кейбір өңірлерінде 22 сағат ораза ұстайды екен. Түнгі сағат 12-де аузын ашады, 2-де қайтадан бекіту керек. Құптаныңыз бар, ақшамыңыз бар, тарауығыңыз бар, таңы бар, бәрін 2 сағатқа сыйдырады. Бірақ енді өмір алма кезекте Алла тағаланың бір жеңілдігі, бір 15-16 жылдан кейін оларда керісінше 22 сағат бойына ауыз ашық жүреді, 2 сағат қана ораза ұстайды. Әнекей. Сөзді соя қарай көшу керек екен да. Астағфиралла, не айтып отырмын? Мен тура бір жеңілдігін іздеп жүрген адам құсап менде. Уақыт жақындап қалған жоқ па? Қанша болды сағат? Уақыт болып қалыпты. Дұға жасап жүріңіз. Айтыңыз, дұға жасаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құдіретті күшті Алла тағала таңның атысынан күннің басына шейін бір өзінің разылығы үшін Алла тағалам Рамазан айының оразасын ұстадық. Бір өзің берген ризықпен аузымызды ашуға ниеттендік. Екі дүниеде де жүзіміз жарқыла көр. Амин. Аллаху акбар. Кірді ғой, ауыз ашуға асқыңыздар дейді. Иә, бисмилlah. Құрманмен ашайын. Мына су кәдімгі. Судың қадірін білесің, Бай. Бұны басты айналдырды. Зорға жеттім ғой, бүгінше. Қатты жүлді қапсыз ғой? Ой, Сәкен аға сөйтіп, өзіңізді, Әсет бауырым өзіңізді көремді кім ойлаған. Адам деген болмайды, Алланың дегені болады. Иә. Адамдардың көбісі өнерді өнер деп қарайды. Біреулер оны тәрбие құралы деп қарайды. Жалпы сіздер қалай қарайсыздар? Өнер жалпы қалай өзі? Жалпы Мырзеке, жалпы өнер халықтың айнасы деп жатады. Кейде халықтың алдында, назарында жүргеннен кейін біз шынында үлгі болуымыз керек деген ой басымырақ. Бірақ дегенмен енді Алла тағала пендесін инсан ұмытшақ қылып жаратқаннан кейін кейде әлсіз тұстарымыз да біздің болып тұрады. Қателеспейтін адам болмайды. Бірақ сол орайда көбіне жаңағы өнер жол ауыр жол деп айтады ғой. Сонда мен түсінігім неге ауыр жол деп айтады деп ойлайтын. Жүрген жер сауық сайран, той томалақ, жұрттың қошеметі деп. Сонда кейде ойланамын, сол бізге артылған жүк жауапкершілік шығар деп ойлаймын да. Сол орайда біз тура жүріп, тура тұруымыз, шариғаттың шеңберінен шықпауымыз, бізге еліктеп келе жатқан жастарға үлгі болуымыз сол орайда айтылса керек деп топшыладым мен өз басым. Сол орайда енді бір жағы өнерді өнер деп те, өнерді халықтың айнасы деп те қарауға болатын шығар деп ойлаймын. Әсет, сіз қалай ойлайсыз? Енді біз оны бір тәрбие беруші орта деп қарасақ та, қарамасақ та халықтың назарының бәрі қазір сол кісілерде да. Қазір мынау енді кейін кезде ғаламтор дамып жатыр, әлем дамып жатыр, Инстаграм деген дүние бар. Сол арқылы бәрі қарап біліп отырғаннан кейін енді басқа біреуде тура сол бір қателікті істеуі мүмкін, басқа бір жай адам. Бірақ соны өнер адамның істегені бәрібір айшықталып көрініп тұратын болғаннан кейін барынша өнер адам тура жүрсе, халықтың қазір еліктеушісі де солар болып қалған сияқты ше, солардың айтқан сөзіне қарап отыратын сияқты. Мырзеке, сізде тура жолмен жүруіңізге тура келеді енді. Бүкіл иісі қазақ танып жатыр. Иә, мен енді соны қойып осы мен де сенден арттарынан кетем-ау деп жүрмін кейде. Қанша жыл болып қалды сіз ораза ұстап жүргеніңізге? Маған енді бақанда 2 жыл болды. О, бәрекелді. Өздеріңіз қанша енді жалпы айтайын дегенім, Алла тағала өзі әркімге әртүрлі уақытта береді ғой. Мынау жалпы айтып жатады, біреуді адастырса Алла тағала оны ешкім тура жолға саламайды дейді. Егер Алла біреуді тура жолға салса, оны ешкім адастырмайды дейді. Жаңа кейде шынында осындай төтеннен сұрақ қойып жатамыз, негізі менікі де дұрыс болмады. Жалпы біреу былтыр ұстаған болуы мүмкін, біреудің бір тәжірибесі сол 10 жылдан 20 жылдан асқан болуы мүмкін. Біреуді ұятқа қалдырудың өзі негізі ыңғайсыз нәрсе. Сол орайда мен тәжірибе болсын деп сізден сұрап жатқаным ғой. Негізі сұраған ыңғайсыз болады екен негізі. Мұсылман болу әстәсте, кәпір болу бір пәсте дейді ғой. Ай, бәрекелді. Мысалы өткен сіздер жыламасын сәбилер деген ән жаздырдыңыздар. Халықтың көңілінен шықты, әдемі тыңдады. Уақытысында Алтынбек ағамыз осы қара пиманы айтқан кезінде жұрт үшеуін тоқтатып тура жолға түсті. Одан кейін Қара кемпір, Бозторғай, оның бәрі жалпы жаңа Әсет айтпақшы, халыққа әсер етпей қоймайды ол. Сол Бозторғайдан кейін де көп адам жаңағы бәрін тастап кеткен балаларын ба іздеп тауып алып, қайтадан өздері алып, мейірімдері ояныпты, иә? Иә. Сол кезде бір адам бөлек па, қоғам бөлек па, қазір қалай қабылдап отыр?
мына дайрект дейміз ғой, әлеуметтік желілер арқылы келетін хаттарымыз бар. Өткенде осы әннің авторы Ұшқын Жамалбек деген бауырымызға сөзін жазған осы Әсеттің туған ағасы Мұрат Есжан деген азамат. Сонда жаңағы жігіттерге әсіресе Ұшқынға көп хат келіпті. Осындай біз Тараздан боламыз, отбасымыз былайша айтқанда шаңырағымыз ортасына түскен еді, екеуміз екі жаққа кеткен едік, баламыз зар еңіреп қайсымыз көреміз деп жүрегім сыздап жүреді. Осы сіздердің әндеріңіздің бір себебімен біз қайтадан қауыштық деп. Бір екі жас, қазір заман сондай болып кетті ғой, енді шамалы көтере алмаймыз кейбір кезде. Мынау қазақта сөз бар ғой, жүгі жеңіл есек жатаған келеді деген. Кейде менен сұрайды, неге ажырасулар көп деп. Өйткені жағдайлары жақсы деймін да. Өзіңіз ойлаңызшы, біздің аштықты көрген, Ақтабан шұбырында Алқагүл Сұламаны көрген, соғыс көрген ата әжелерімізде ажырасу деген әңгімені естімеуші едік мүлдем. Бәленбай жерде айдаладағы біреу ажырасып десе жағамыз ұстап, ойын баласы болсақ та соған таң қалатынбыз. Қазір сол көп белең алып жатқан осы молшылықтың, барлықтың, бейбітшіліктің әсері де бар ма деп ойлап қаламын. Мастанып кеттік па деген ой болады. Бірақ өзіңіз айтпақшы, біздің әніміздің арқасында көп жастардың қосылғанынан хаттар келіп жатыр. Жоқ, енді ол одан кейінгі бір үлкен мәселе бұл жерде дін деп ойлаймыз енді. Өйткені бәрі ойлайды ғой, мысалға қазаққа дін кейіннен келген, қазақ осы кейіннен мұсылман. Негізі қазақ әлімсақта мұсылман да. Кез келген қазақтың бір тәлім тәрбие беретін даналық сөзін алып қарасаңыз, оның түп тамырында бір дін жатыр да. Шариғат. Жетімнің басынан сипау, жетімді жылатпау деген нәрселер. Осының бәрі қазір дін нығайған сайын осындай мәселелер көбінше қозғалып келе жатыр деп ойлаймын да. Одан кейін жаңағы өнерде жүрген енді шыны керек біз енді шамамыз келгенше өнерге қадам басып келе жатырмыз ғой. Содан кейін барып біз ойландық та, осы қараймыз Сәкен аға жаңағы Инстаграмнан өзіміз бұрыннан бала кезден еліктеп өскен ағаларымыз ғой. Жаңағы Сәкен балалармен деп бір балаға жақын екенін көрсетіп жүреді да бұл кісі, кішкентай балалардың бәрін. Көреміз ғой, білеміз ғой біз, басынан сипап, маңдайынан сүйіп. Содан Сәкен аға бірден ұсыныс жасап, аға осындай бір дүние жасап едік, сізбен бірге айтсақ, соның таралуы менің аузымнан қарағанда бірге халыққа жетсе ауқымдырақ болар ма екен деп, бұл кісі бірден ешқандай қарсылықсыз келісімін беріп, бір Аллаға шүкір сондай бір туындаған дүние еді. Міне ағамыздың өзі айтып отыр, қаншама отбасыға себепкер болып жатыр да бұның нәрсе. Әсеттің де енді мырзалығы, ол жерде мәрттігі, әйтпесе мен жаңағы эгоизмге салынып мен өзім ғана орындаймын десе де болады, бірақ мақсат, бұл жердегі діттеген мақсат ажырасуды болдырмау еді. Халыққа кеңінен танылса деген ойы да жаңа жұмыла көтерген жүк жеңіл деген мақсатымыз да сол еді. Сіздерді өмірде бұндай да ойламаппын мен. Енді алғаш рет біз тек экраннан көреміз сіздерді. Мынау Мырзеке, аз ішіп отқанымыздың да себебі, Аллаға шүкір, қазір Мамырахан заман, Көлкөсір дастархан. Бір күнде Әсет айтшы, кеше қанша үйде болдық. Бір күнде 5 үй шақырып жатыр. Үлгеруге тырысамыз. Кейде тарауих намазына асығып, осылай сіз сияқты шұқып, түртіп кетіп, сондай болып жатыр. Сол себептен ренжімейсіз, әлде баратын жерлеріміз бар. Енді жаңа мына жерде енді 100 рет жаңа естігеннен бір рет көрген абзал деп, осы аттың басын бұрдық, батаңызды алып кетейік, көріп кетейік деп. Балапандарыңыз аман болсын. Осы балапандарыңыз. Біз сіздердің концертті көруге орамыз, сіздер менің мына жерімді көруге келді, жүрегім жарылайын деп отыр. Біз енді теледидардан көріп жүргеніміз, бәріміз қарапайым қазақтың баласымыз, ауылдан шыққан. Рахмет Мырзеке. Құдай өмір жастарыңызды ұзақ қылсын. Өзіңіз бата беріңіз енді. Жұлдыздарың жарқырай берсін. Әр қашанда біз сіздерді жақсылықта көруді нәсіп етсін. Аллах жолдарыңызды оң қылсын. Дендеріңіз сау, отбасыларың аман болсын. Мына еліміз тыныш, патшамыз аман болсын. Амин. Айтқаныңыз ес Мырзеке, рахмет. Мына балапандарыңыздың қызығын көріңіз. Жаңа қызыңызбен түскен суретті жіберемін енді әлеуметтік желіге. Мырзаханның қызы деп жібересіз ба? Сәкен балаларымен деп жіберемін. Сонда әлі полиция келген жоқ па? Олар айтады дейді. Әлі бала жоғалды деген ешқандай хабар түскен жоқ деп. Егер кешке дейін хабар болып жатса, айтамыз депті ғой. Балаң шешесі табылыпты. Шын ба? Әйтеуір табылып қалғанда қуанып жатырмыз. Ең басы табылу ғой. Не қыпты? Әдейі тастап кетіп ма? Неге әдейі тастайды? Жоғалтып алған екен. Сол қазір хаттама толтырып жатқан шығар.
кеп қаламыз депті полицеймен. Дайын тұрайық онда, кеттік барып. Не қылам? Костюм шалбар киіп алайын ба, не істейін? Не қылайын деп полицияға костюм шалбар киіп? Қыздың шешесі келе жатыр ғой. Бала қайда? Бала қайда деймін. А? Сәлеметсіз бе? Бала қайда? Осында ма? Баланың шешесі табылды ма? Иә, мен едім. Баламды жоғалтып алып едім. Шұғыла? Бұлар тағы баламды тығып қойып. Тыққан ешқайсы жоқ, қарамайсыңдар ма бала шағаларыңа? Шұғыла? Баламды шығарыңыздар тезірек. Алып кеш. Шешесі табылыпты. Анасы. Міне. Аман есен. Ай. Жоқ. Не болды? Жоқ, аға. Бұл менің Осыма балам бала? емес. Жоқ. А? Бұл менің балам емес, кешіріңіздер. Құдай-ай, қайда кетті екен? О, Алла. Қайда жоғалтып сен балаңды? Білмеймін. Алло, иә. Ғазиз табылған жоқ, қызым. Ғазиз табылды мама? Тауық қораның ішіне кіріп ұйықтап қалыпты. Рас айтасың ба? Ойбай. О, Аллаға шүкір, рахмет. Мына ата-аналардың бәрі не болған, балаларын жоғалтып, а? Оныкі табылды делік. Мұнаныкі не істейміз? Мына кешесі қайда? Іздейміз. Табамыз. Ыстық сорпа бар ма? Іздейміз. Табамыз. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның ішінде. Өлкелейді жастықты сағындырған шағы бар, қаттықтың мағыналым бәрі бар, уақыттың кілті табылар. Өлкелейді әңгіме әзілінде сәні бар, тәрбие